Onda da айттым, аян көрдім дедім. Әлия мен Мәншүк келіп, қазіргі ерлердің ар намысы жоқ. Қазір қазақтың ер жігіттері мешіттерде әруақ жоқ деген уағызды тыңдап отыр. Оларда ататын оғым жоқ деме деп екі қыз жылап тұрып оқ беріп кеткен еді. Бірақ бүгін Тәуба сүресінде тағы да жазылып тұр. Соны маған оқы деп көрсетіп тұр. Мен оқиын. Алланың мешіттерін шынайы түрде Аллаға ақырет күніне сенген, намазды толық орындаған, зекет берген және Алладан ғана қорыққан кісі жасайды Алланың мешітін. Міне солар тура жол табушылар. Ол сонда қазір біздің мына ордаларымыз ғой, Аллаға шынайы сенгенбіз, Аллаға тәуекел еткенбіз, ақыретпен өмір сүріп жатырмыз. Алла тағала бізге екі дүниенің нығметін көрсетіп тұр ғой. Ей мүшриктер, сендер қажыға су бере аласыңдар ма дейді. Қажыға суды Алла тағала береді. Ал енді қазір біздің бүкіл әулие әмбелеріміздің басында Алланың берген суы бар. Мына Тәубе сүресін тағы да оқыңыздаршы. Өткенде де айтқан едім. Қазір біз тәубемізге таянуымыз керек. Тәубе деген қазақ тәубе шүкірмен жүрген, қазақ обал сауапты білген, қазақ құмырсқаның үйлеуін де бұзбаған, қазақ қарлығаштың ұясын бұзбаған, бәрін табиғатпен байланысты өмір сүрген. Одан кейін мына жерде бір қазақша бір балаларға мультфильм бар ғой. Маса барып баланың қанын шағып айдаһарға апаратқанда, қарлығаш айдаһармен масамен арпалысып жүріп адамның қанын айдаһарға ішкізбеген. Қазір мына тәжәл, біз тәжәлға жұмыс жасап жатырмыз. Екі көзді тәжәл деп міне тәжәлға жұмыс жасап жатырмыз. Қазір Тәурат түскен елменен мұсылманбыз деген елдер міне балаларының қандарымен жуып жатыр өздерінің күнәларын. Бүкіл қару жарақты Алла тағала бізге жақсылыққа жұмсаңдар деді, темірді. Ал оны мына басқа ұлттар қару жарақ жасады, сол қару жарақпенен адамның қанымен жуып жатыр. Ал бізге қазақ 4 түлік мал беріп, сол 4 түлік малдың қанымен жуыңдар, құрбан шалыңдар десе, соны түсінбеген адамдар соған қарсы келіп жатыр. Құрбандықты құрбан айында ғана шалады деп. Жоқ, олай емес. Біздің ата-бабаларымыз өздерінің бастарына шақырады. Осындай күні келіп, менің басыма құрбан шал, мен саған батамды берем, ұлы жоққа ұл берем, қызы жоққа қыз берем, ару адамға ауруын жазам, жол ашылмағанның жолын ашам деп біздің әруақтар өзі осылай аян арқылы басына шақырады. Мені аян арқылы Сүйінбай атамыз 27-сі қаңтар айында, ол да 27 деген саны бекер емес, бірінші айда өзінің басына бата берем деп шақырып жатыр. Бұл біздің қазақтың тәубесіне келсін деп айтып жатқан аян. Тәубелеріңе таяныңдар деп жатыр. Ібілістің соңғы ойбайы дейді. Біздің апаларымыз бұрын не деген? Ойбай деме деген дейді. Сол үшін аян түске бір мезгіл мән беріңіздер. Ол ана жерде былай жазылыпты, мына жерде былай жазылыпты деп ойламаңыздар. Құпия білім жанға жазылады. Бүкіл бізге не керек? Бәрі осы Құранның ішінде бар. Құранды Алла тағала өзінің сүйген құлына ашып көрсетіп жатыр. Ол менің бір білгіштігім емес, бұл мен Алламен саудаластым. Алла маған өзінің хикметін көрсетіп жатыр. Бұл Алла айтып тұр ғой, мен өзімнің елшімді жіберем. Ол Аллаға аян деп тұр. Алла ғана біледі біздің жүрегімізде не барын. Жүректен шыққан жүрекке жетеді. Алланың сөзі ол біздің жүрегімізде. Алланың нұры біздің жүрегімізде. Алланың рухы біздің жүрегімізде. Құранда бар ғой, мен сендерге күре тамырларыңнан жақынбын, мен сендермен өмір бойы бірге болдым деп. Сонда
бұл жерде көп мағына біздің өзіміздің ішіміздегі ақ пен қарамызды тамақтандырып жатырмыз. Кім ақты тамақтандырса ақ жеңеді, кім қараны тамақтандырса қара жеңеді. Ақтың жеңісі келді, хақтың жеңісі келді, Алланың ақ туы биіктен көрінетін уақыт келді. Қазақ айтады, ана бір қолымен бесікті тербесе, бір қолымен әлемді тербетеді дейді. Отбасы ошақ қасы дейді. Ананың ақ алақаны, ананың ақ жаулығы дейді, бәрін ақпен өлшеген, ананың ақ сүті дейді. Содан кейін мына Құранды оқысаңыздар, мүшіріктер, яһудилер баласын әйел емізбесе, басқа емізетін адам тауып, соны емізуге болады дейді да. Енді ол мүшіріктерге, яһудилерге, бедуиндерге болған шығар, қазақтарға ол болмайды. Одан кейін енді мынандай бүгін аян келді да, ана Совет өкіметінде біз бәріміз сол кім жаңағы экранға шығады, кім өлең айтады, кім киноға түседі, біз бәріміз соған көңіл аудардық та, тек қана соларға ұқсауды өзімізге мақсат қылдық. Бүгін Алла Пугачева менен Людмила Гурченконы айтып жатыр да, солар атаққа ие болды, жаңағындай даңқ, атақ, даңқ, одан кейін ақшаға бәріне енді ие болды ғой. Соған біз қазақ еліктедік. Сонда біз еліктегіш халықпыз да, біреудің қаңсығы біреуге таңсық деп. Аяғы сонда не болды? Алла Пугачева қазір елін тастап өзі қашып жүр. Людмила Гурченко өліп қапты ғой, жалғыз қызы бар екен, ол жалғыз қызының баласы да қайтыс болып кеткен екен, соны айт дейді да. Сонда бұл қазақ ешқашан дүниеге атаққа қызықпаған. Ана үйде бала тәрбиелеп, баланы өсіріп, өндіріп, ағайын туыспенен қарым қатынасты орнатып, келген адамға қазан асып, үйіндегі ата енесін сыйлап, одан кейін мына шаңыраққа кірген кезде төрге сәлем берген. Төрге сәлем бергеннің мағынасы ол сол үйдің әруағын сыйлап, бас иіп, төрге сәлем беріп, төрге шықпаған. Содан екен мына қазақтың салт дәстүр, әдет ғұрпы. Біз өз салт дәстүрімізді өз қолымызбен жойып, өзіміздің ұрпағымызға өзіміз әр нәрсені үйретіп, бесігімізді тастап, салт дәстүрімізді тастап, әркімге бір еліктеп, өзіміздің жаңағы салт дәстүрімізді өзіміз өз қолымызбен жойыптық та. Бізге сырттан жау келмейді. Отбасы ошақ қасы дейді, береке әйелде дейді, мал таппайтын еркек жоқ, құрарын айт, ұл таппайтын әйел жоқ, тұрарын айт деп, сонда бүкіл мақал мәтелменен айтып түсіндіріп кеткен ғой. Ақ жаулықты ана дейді. Сол ақ жаулықтың қадірін білмей, ер адамдар бөріктің қадірін білмей, киелі домбыраның киесін білмей, киелі қамшымыздың киесін білмей, бүкіл киелі затымызды өзіміз қолымызбен сындырып, бесігімізді өзіміздің ата-бабамыздың жасап көрсетіп кеткен текеметін, алашасын бәрін тастап, қара майдан болады киімдерің дейді да Құранда. Қара май деген синтетика. Қара майдан болады жегендерің дейді. Өңкей қазір химикат жеп кеттік қой. Қол еңбегінің бәрі мұттық, 4 түлік малды өндірмей, бәріміз қалаға қаштық. Қазір қай жақтан келіп жатыр? Ол таза дайындалған ба, таза емес па? Денсаулыққа пайдасы бар ма, жоқ зияны бар ма? Шошқа сияқты жеп жатырмыз, сол синтетиканы киіп жатырмыз. Кіндігі ашық қыздардың, белі ашық, ана болатын
қыздарымыз біздің белі жылы, аяғы жылы жүру керек екен. Одан кейін мына қазір көп тартыс болып жатыр да. Орамалды кимесе де болады, орамалда тұрған ештеңке жоқ, бас киімде тұрған еш нәрсе жоқ деп, енді қазақтың, тек қана қазақ емес, бүкіл аналар, орыс болсын, қай ұлт болсын, бәрі жаулықпен болған. Жаулық болмаса да бастары, төбелері жабық болған. Ең болмаса мына қыз келіншектер шашты өріп, шашбау таққан, сондай істемесе, оны қазақ айтады ғой, бай өлген қатын құсап шашын жайыпты дейді. Орыстар шашын жайғанды ведьма дейді. Сөйтіп бұның бәрі өзіміздің бұрынғы келе жатқан салт дәстүрімізге балта шабу. Одан кейін міне бұл Құранда бар ғой, бастағы ағзаларыңды қорғаңдар деп. Бұл бастағы ағза адамның көзі жамандықты көрмеу керек, жақсылыққа ғана не қылу керек. Одан кейін қызыл жасыл дүниеге біздің көзіміз тоймай кетті. Жақсы сөз естуіміз керек. Біз оны тек қана өсек аяң біреудің жамандығын естиміз, құлағымызды өсектен тимаймыз, көзімізді жамандықтан тимаймыз, аузымызда сол ақ ит кіріп көк ит шығады, бетімізде қызыл жоқ, әруақты қуат. Соның бәрі өзіміз жасап отырмыз қастықты. Одан кейін мына әурет жер деген, бұл шаш шығатын жердің бәрі әурет. Қолтықтың асты, екі бұттың арасы, соның бәрі әурет болып саналады. Сол үшін бастарыңызға ең болмаса жаулық, келін түскенде салады ғой, сондай жаулық салып шығыңыздар елдің ортасына. Басы ашық болса, етегі қысқа болса, білегі ашық болса, ол еркектің жанында жүрген әйелдің, еркектің де иманы түгел болмайды, жарты болады деп аян көрсеткен еді. 6 жұрттарыңды түгендеңдер, 6 арыстарыңды түгендеңдер деп. Сонда бұл ар, ят, ұждан, соның бәрі біздің қазақтың өзінде бар. Ар сауыт кеткеннен кейін ят та болмайды, ұждан да болмайды. Ар сауыт біздің адам атада болған, ят Хауа-анада болған. Не дейді? Адамнан ят кетсе, қазаннан қақпақ кетеді дейді. Өзіміздің қазанымызды өзіміз ластап отырмыз, өзіміздің ар ятымызды өзіміз таптап отырмыз. Сол үшін тек қана салт дәстүр, әдет ғұрыпты ұстап, есігіңді түзе, бесігіңді түзе дейді. Мына киелі домбырамыз, киелі қамшымыз, киелі бесігіміз, соның бәрін біз орнына өзіміз қоймасақ, бізге басқа ұлт келіп, оны бізге жасап бермейді. Сонда бүгінгі аянда айтқаны, Совет өкіметінің ең бетке ұстар адамдардың бәрі еліктеп өскен, сол Алла Пугачева менен жаңағы Людмила Гурченконың өмірін көзіме көрсетіп кетті. Оның алдында бір аянда ана бар ғой, жорғаны айтатын, сол топтың басшысы Али Басып па, соны көрсетті. Сол жорғаны айтып, қазақтың жорғасын айтып, олар кәдімгі әлемге танылған еді. Олар да сол атақ даңққа құмар болып, кейіннен не болып кетті бәрі? Көгілдір болып кетті ме, әйтеуір дүниеге байланып қалды да. Ол кім қазақтың жаңағы домбырасын мақтап, кім қазақтың өлеңіне тартылса, оларда ішінде қазақтың нәсілі бар. Өткенде өзім бір ютубтан көрдім, Димаштың өлеңі мен Димаштың домбырасына тәнті болған адамдар Америкадан өздері қазақ тілін үйренеміз деп жатыр екен. Бір әйелді көрсетті, баласы ДЦП ауырады екен, сол Димаштың домбырасының үнін естіп, Димаштың дауысын естіп, балам кәдімгідей ем қонды дейді. Содан Қазақстанға іздеп кепті. Біз қолда барда алтынның қадірі жоқ деп,
өз қадірімізді өзіміз түсіріп жатырмыз. Біз қадір қонған, баг дарыған, мына түйені құт дейміз ғой, құт берекесі бар елміз ғой. Ал енді біреудің қаңсығы біреуге таңсық деп жан жақтан елдің қаңсығын әкеп заң қылып, сол заңға табынып, ақшаға табынып, сол ғой, енді пұтқа табынып отырмыз ғой, заңға, ақшаға, дүниеге байланып қалдық. Қазақ құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Біз құдайдан қорықпай отырмыз. Одан кейін қазақ ешқашан бақытын, байлығын тек қана мына ұрпағыменен бағалаған. Артыңда ізгі ұрпақ қасын дейді. Сол ізгі ұрпағымызды тәрбиелеу бұл отан отбасынан деп, әр ана өзінің бесігін түзеп, өзінің дастарқанын, өзінің ішкен асын, өзінің киген киім, қыздардың киген киімін қадағалап отыру керек қой. Қызға 40 рудан тыю, қала берсе қара құлдан тыю дейді. Сол үшін қыз баланың тәрбиесі кейін басқа елге барса да қыз өріс дейді. Сол барған жерін өрісін кеңітеді. Одан кейін жаңағы қыз ана болады, қыз дана болады, қыз сол ата-анасына рахмет алып береді, атаңа рахмет деп. Сол үшін біз тек қана жігіттің жақсы нағашыдан деп, нағашы жаққа да көп байланысты. Ділдік қуат 11 санымен деп айтып жатырмыз бұл жерде. Біз шет елден, басқа ұлттан іздейтін ешқандай олар бізден ілімді болған жоқ. Сонда басқа ұлттарда енді көріп жатсыздар, Құдай енді кесірінен сақтасын. Тәжік, жаңағы Иран, Ирак, бұлар бір емшекті ембесе ала береді. Сосын кейін қандары бір-біріне жақын болғаннан кейін жаңағындай денесі жабысып тұрған егіз балалар, болмаса кемтар балалар, сондайлар көп туады. Ал қазақ 7 атаға толтырмай қыз алыспаған, қандық текті мықты ұстаған. Одан кейін жаңағы ешқашан біреудің байлығына қызығып қыз айттырмаған. Тектілігіне, шыққан жеріне, соған қарап қыз айттырған ғой. Кейін нағашыларына тартады деп. Енді бұл ғылыми түрде дәлелденіп жатыр ғой. Ұрпақ 70% шешесінің қанын алады екен да. Сол үшін біз сүйегін сатпаған қазақпыз, таяқ еттен сөз сүйектен өтеді деп сөзге тоқтаған қазақпыз. Енді айта берсек, бұл жерден қазақтың даналығы, дарқандығың даладай, аңғалдығың баладай деп, аңғал, дарқан, кең, ешкімнің алажыбын аттамаған, ешкімге ор қазбаған қазақпыз. Біреуге ор қазба, өзің түсесің дейді. Біреудің айтады ғой, жамандығын көрме дейді. Жамандығын жасыр, жақсысын асыр дейді. Ал біз қазір өзіміздің басымыздағы отты көрмейміз, біреудің басындағы шоқты көреміз. Сол үшін басқа бәле тілден дейді. 10 күнәнің 9-ы тілден дейді. Тіліңе тас қой дейді, тіліңе тиек қой дейді. Сонда бүкіл ғылым, білім бәрі ол қазақта тұр. Ол қазақта тұрғаны бұл ділдік қуатымыз біздің 11-мен байланысты, ділдік қуатқа байланысты. Сол үшін тек қана біз қазір шетелден іздейтін, болмаса Европадан іздейтін білім жоқ. Білім де, даналық та, дарқандық та, жаңағы ақыл жұмсамағанға азап берем дейді. Ақыл да, сана да өзіміздің қазақта тұр. Жетесізге 7 рет айтсаң да түсінбейді дейді. Қазақ біз 7 атаны қастерлеп, 7 қазынамызды, 7 жарғымызды, бәрін 7-менен өлшегенбіз ғой. 7 ата бәрі сол біздің қазақта тұр. 7 қат аспан, 7 қат жер,
сол 7 қат жер мен 7 қат аспанды Алла тағала 6 күнде жаратқан. Сол үшін 6 арыс дейміз, 6 жан, 6 ағайын дейміз, 6 қанат үй тіккенбіз, 9 қанат үй тіккен, 12 қанат үй тіккен. Сонда 6, 9, 12 бұның бәрі қазақта киелі сан болады. Әр нәрсенің өзінің өлшеуі бар. Әр нәрсенің өзінің несі бар, енді жаңағы сұрауы бар дейді. Қазақта айтады, сұрауы бар судың да дейді. Өткенде бір мынандай көкейге сөз келді да, айым болып тудың ба, күнім болып тудың ба, ата жолын қудың ба, әке жолын қудың ба, бұл дүниеге келген соң сұрауы бар судың да дейді. Сол үшін біз қазақ судың да сұрауын білгенбіз. Біреудің ала жібін аттама дейді. Біреуден бір жаңағы тұз алсаң да мойныңа қарыз қылмай қайтар, тұздың жолы ауыр дейді апалар. Біреуден бір сабақ жіп алсаң да қайтар, ол қарыз болады мойныңа деп. Ал енді біз қазір қарыздың үстіне қарыз алып, кредитке той жасап, кредитке машина алып, кредитке үй алып, Құдайдан қорқпай, адамнан қорқып жатырмыз. Анау айтады, той жасамады деп, анау айтады, арақ құймады деп, арақ та құямыз, қарызға алып, кредитке алып, той жасаймыз. Біз қазір Құдайдан емес, адамнан қорқып кеттік. Ал біздің қазақ Құдайдан қорққан, Құдайдан ұялған. Бұрын апалар ұрыс айтатын, ей Құдайдан ұял деп. Қазір біз Құдайдан ұялмаймыз, Құдайдан қорқпаймыз. Сонда Құдайдан қорқпағаннан қорқ дейді да. Енді біз міне 2 ай тәубе айы болып тұр да. 2 айда тәубелеріңізге келіңіздер, шүкір деңіздер. Барға тәубе, жоққа сабыр деңіздер. Алла сабырлылармен бірге дейді. Сол үшін сабыр түбі сары алтын дейді. Біз өзімізді түзесек, біздің жан жағымыздағы адамдар да түзеледі. Біз өзіміз түзелмей, біреуді түзете алмаймыз. Сол үшін өзімізді өзіміз түзеп, өзімізді өзіміз қолға алып, барға тәубе, жоққа сабыр деп, сабырмен, шүкірмен, обал сауаппен өмір сүрейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ананың ақ тілеуі қашанда қабыл дейді. Тек қана жақсы сөз, жарым ырыс, жақсылықта болайық.